Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз TestDatch'ге орнатылған EVA3 роботын және Lego Mindstorms бағдарламасын орнатуды, құрылған бағдарламаны EVA3-ға жүктеуді үйренетін боламыз. Біз алдымен Lego Education EVA3 программалық жасақтаманы орнатып алуымыз керек. Ол үшін видеоның астында мына сілтемені басып, бағдарламаны жүктеп аламыз. Бағдарламаны жүктеп алғаннан кейін үстінен 2 рет басып орнатып алуымыз керек. Lego Mindstorms EVA3 бағдарламасын орнатқаннан кейін біздің жұмыс үстелімізде мынадай жарлық пайда болады. Осы Lego Mindstorms EVA3 бағдарламасының жарлығын 2 рет басып, тінтуірмен 2 рет чертіп ашамыз. Бізге осындай интерфейс пайда болады. Бұл жерде әуелі бағдарламаны құру нұсқаулығын қарап шығайық. Астаға қарай түсеміз. Белгіленген бөлімді таңдаймыз. Және төмен қарай түсеміз. Көрсетілген нұсқаулықты басамыз. Әуелі біз роботты құрастырып шығуымыз керек. Открыть батырмасын басу арқылы нұсқаулықты қарап шығамыз. Осылай роботтың нұсқаулығына қарап, роботты құрастырып шығуымыз керек. Роботымыз дайын болғаннан кейін енді біз түс датчигін орнатуымыз керек. Төмен қарай түскеннен кейін түс датчигі көрсетілген нұсқаулық бар, осы нұсқаулықты басамыз. Осы нұсқаулыққа қарап отырып, түс датчигін орнатамыз. Біздің роботымыз дайын болды. Енді бағдарламасын орнатуымыз керек. Ол үшін плюс батырмасын басамыз. Бізге бағдарлама құрастыруға жаңадан бет пайда болды. Старт блогына рөлдік басқару блогын қосамыз. Және рөлдік басқару блогына күту блогын жалғаймыз. Датчиктен ақпарат алу үшін оның режимін өзгерту керек. Түс датчигі, сравнение, түс. Және қара түсті таңдап көрейік. Енді күту блогына тағы да рөлдік басқару блогын жалғаймыз. Датчик қара түсті анықтаған кезде моторларды тоқтату үшін өшіру батырмасын басамыз. Біздің бағдарламамыз дайын. Біздің бағдарламамыз дайын болды. Енді кабельді жалғап, роботпен біздің компьютерімізді байланыстыруымыз керек. Ол үшін USB жағын біз өзіміздің компьютерімізге саламыз. Және мына басын роботқа байланыстырамыз. Біздің компьютерімізбен роботымыз байланысты. Енді төменгі жақта play батырмасын басып көрейік. Біздің роботымызда, бағдарламамызда жұмыс жасап тұр. Тағы да бір қайталап көрейік. Балалар өздеріңізде байқап, практикалық жұмыс ретінде жасап көріңдер.